Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бүтіннің бөлігін табуға берілген есептер. Бүгінгі сабақта бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығаруды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Бөлшектерді өсу ретімен жаз. Сонда сен ауаны қорғау тәсілдерінің бірін білетін боласың. Енді бөлшектерге қарайтын болсақ, бұлардың барлығында бөлімдері бірдей екен, 65-ке тең екен. Енді алымдарына қарайық. Ендеше өсу ретімен жазу үшін біз алымы, қай санның алымы кіші екенін қараймыз да, соны бірінші жазамыз. Яғни бізде бірінші 65-тен 15 екен. Келесі 65-тен 25, 65-тен 29, 65-тен 32, 65-тен 39, 65-тен 46, 65-тен 54, 65-тен 58, 65-тен 60, 65-тен 62, 65-тен 68 және 65-тен 70. Яғни оқушылар бізде қандай сөз шықты? Көгалдандыру. Бұл ауаны қорғау тәсілдерінің бірі екен. Екінші тапсырманың астына қарайық. Саяжолға 126 ағаш отырғызылған. Олардың 6-дан 1 бөлігі қайың. Саяжолда барлығы қанша қайың бар? Яғни 126 ағаштың 6-дан 1 бөлігін табамыз. Шешу 126-ның 6-дан 1 бөлігін табамыз. Ол үшін 126-ны 6-ға бөлеміз, тең болады 21. 1 бөлік дегеннен кейін 1-ге көбейтеміз. 21-ді 1-ге көбейтеміз, тең болады 21. Жауабы саяжолда барлығы 21 қайың бар. Енді екінші тапсырманың әсіне қарайық. Сен санның бөлігін табуды білесің. Бірнеше бөлікті тауып көр. Саяжолға 126 ағаш отырғызылған. Олардың 6-дан 3-і үйеңкі ағашы. Саяжолда барлығы қанша үйеңкі ағашы бар? Енді жаңа біз сіздермен 6-дан 1 бөлігін таптық. Ал енді бұл есепте 6-дан 3 бөлігін табу керек. Енді қарайық, есіңізде сақтаңыздар. Санның бөлшекпен өрнектелген қандайды бір бөлігін табу үшін осы санды бөлшектің бөліміне бөліп, яғни 6-дан 3 деп тұр, 6-ға бөліп, алымына көбейту керек. Яғни 126-ның 6-дан 3 бөлігін табайық. 126-ны бірінші бөліміне бөлеміз, яғни 6-ға, тең болады 21, яғни бөлік, бір бөлігінде. Енді 21-ді алымда бізде 3 қой, 21-ді 3-ке көбейтеміз, тең болады 63. Сонда балалар, яғни бұл бөлік, бұл 3 бөлігінде қанша бар екен? Сонымен жауабы бізде үйеңкі ағашы қанша екен? 63. Келесі үшінші тапсырманың астына қарайық. Сенбілікке 369 оқушы шықты. Олардың 9-дан 2-сі 4-ші сынып оқушылары. Сенбілікке 4-ші сыныптан қанша оқушы қатысты? Яғни бұл жерде біз бірінші не істейміз? Берілген санды бөлімге бөлеміз. Содан кейін алымына көбейтеміз. Шешуін қарайық. 9-дан 2 бөлігін табамыз, яғни 369-ды 9-ға бөлеміз, тең болады 41. 41-ді 2-ге көбейтеміз, тең болады 82. Жауабы сенбілікке 82 4-ші сынып оқушысы қатысқан. Үшінші тапсырманың әсіне қарайық. Вело жарысқа қатысушылар 15.000 километр ара қашықтықты жүріп өтуі тиіс. Жолдың 5-тен 3-ін жүріп өтті. Енді қанша жол жүруі тиіс? Яғни 5-тен 3-ін жүріп өтті. Не істейміз енді бұл жерде? 15.000-ның 5-тен 3 бөлігін тауып аламыз. 15.000-ды 5-ке бөлеміз. 5.000, неше болады? 3.000 болады. 3.000-ды 3-ке көбейтеміз, 9.000. Яғни 9.000 деген жүріп өткен жол. Енді бізге айтады, енді қанша жол жүру тиіс? Яғни 15.000-нан жүріп өткен 9.000 жолды алып тастаймыз. Тең болады 6.000. Жауабы енді 6.000 километр жол жүруі тиіс. Келесі 4-ші тапсырма. Пайызды, яғни пайызды есептеді. 4800 теңгенің 2 пайызы 96 теңге.
1 километрдің 15%-ы 100-ден 15 километр екен, көрдіңіздер ма? 8 километрдің 74%-ы 5 километр. 1 тоннаның 85%-ы қанша? Бұнда жазылмапты. 85%-ы 850 килограмм. Қанеке жазып жіберейік. 850 килограмм. Келесі 25 тоннаның 14%-ы тең болады 3 тонна. 9 килограммның 35%-ы 3 килограмм. Келесі тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырма. Жол бойына отырғызу үшін 540 түп терек және бірнеше түп қара ағаш көшеті әкелінді. Қара ағаш теректің 6-дан 2 бөлігі. Жол бойына отырғызу үшін барлығы қанша көшет әкелінді? Енді шешуін табамыз. 540 килограммның 6-дан 2 бөлігін табамыз. Яғни 540-ты 6-ға бөлеміз бөліміне. Тең болады, қанша болады? 90. 90-ды 2-ге көбейтеміз, 180. 180 ол қара ағаш. Енді бізге былай дейді. Жол бойына отырғызу үшін барлығы қанша көшет әкелінді дейді. 540-қа қосамыз 180-ді. Тең болады 720. Жауабы барлығы 720 көшет әкелінді. Келесі 6-шы тапсырма, теңдеулерді шеш. X азайту 12-ден 5 тең болады 12-ден 2. X тең болады 12-ден 2 қосу 12-ден 5. X тең болады 12-ден 7. Келесі Z азайту 19-дан 7 тең болады 19-дан 11. Z тең болады 19-дан 11 қосу 19-дан 7. Z тең болады 19-дан 18. 16-дан 15 азайту Y тең болады 16-дан 3. Y тең болады 16-дан 15 азайту 16-дан 3. Y тең болады 16-дан 12. Және соңғысы 25-тен 7 қосу π тең болады 25-тен 18. Π тең болады 25-тен 18 азайту 25-тен 7. Π тең болады 25-тен 11. Келесі 7-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Яғни біріншінің мәні 79.921, екіншінің мәні 1.494.467, үшіншінікі 21 сағат 8 минут, немесе 1268 минут деуге болады. Және соңғысыныкі 45 тонна 6 центнер 96 килограмм. Келесі 8-ші тапсырма. Саябақта шырша, жөке және қарағай ағаштары өсіп тұр. Қарағай мен жөке бірге алғанда 400, қарағай мен шырша 300, шырша мен жөке 440 ағаш. Саябақта әр қайсына қанша ағаш бар? Енді біз қалай табамыз? Шешуі. Яғни балалар есепті шығару үшін алғашқы 2 қосылғыштың қосындысын тауып, үшіншісін азайтамыз. Яғни қарағай мен жөке бірге алғанда 400, оған қосамыз қарағай мен шыршаны 300. Енді осыдан біз мынау жаңағы шыққан шырша мен жөкені 440-ты азайтамыз. Сонда тең болады 260. 260 деген сол қарағай. Енді біріншісінде де қарағай, екіншісі қарағай. Сондықтан бұл қарағайды не істейміз? 2-ге бөлеміз. 260-ты 2-ге бөлеміз, сонда 130 қарағай екен. Енді қалғандарын осыдан табамыз. Оны қалай табамыз? Яғни қарағай қанша болды? 130. 400-ден 130-ды алсақ, неше шығады? 270. 270 дегеніміз жөке. Енді келесі қарағай мен шырша 300, одан бір жаңағы 130 алсақ 170. Сонда жауабы қарағай 130, жөке 270, шырша 170. Келесі 9-шы тапсырманы қарайық. Балалар жасыл бұршақ дәнін өсірді. Бақылау нәтижесін олар кестеге жазды. Кестедегі мәліметтер бойынша дәптеріңе графиксіз. Яғни бірінші күні төменде бізде оқушылар күн берілген. Көрдіңіздер ме? 10 күн. Ал жоғарыда өсіп тұрған миллиметр, яғни өсуі қанша екен. Бірінші күнде қарсаңыздар 0, екінші күнде 6 миллиметр,
Үшіншісінде 9, төртіншісінде тағы да 9, бесіншісінде 12, алтыншы күнде 15, жетінші күнде 15, 18-ші күнде 15, 9-шы күнде бізде қанша? Қарап жіберсеңіздер 18 және 10-шы күнде 21 мм екен. Яғни сіздер де дәл осылай сызу керексіздер. Келесі соңғы 10-шы тапсырма, бұл үй тапсырмасы. А тапсырмасына қарайық. Қайта салынған жолдың ұзындығы 126 километр. Жол шетінің 9-дан 2 бөлігіне ағаш отырғызылды. Тағы жол шетінің қанша километріне ағаш отырғызу керек? Яғни қанша километрде? Үшін 126-ны 9-ға бөлеміз бөліміне, көбейтеміз 2-ге, тең болады 28 километр. Бұл, яғни отырғызылды 28 километрге. Енді барлығы 126, одан жаңағы отырғызылған 28-ді азайтамыз, тең болады 98. Сонда 98 километр жерге әлі де ағаш отырғызу керек екен. Енді ә тапсырмасына қарайық. Егістіктің ұзындығы 15 километр. Ені ұзындығының 5-тен 3 бөлігіне тең. Егістіктің ені қаншаға тең? Егістіктің ауданы мен периметрін тап. Яғни бірінші енін табамыз. 15-ті 5-ке бөлеміз, 3-ті 3-ке бөлеміз, 9. Яғни 9 километр дегеніміз ені. Ұзындығы бізге белгілі 15 екен. Ендеше аудан табайық, 15-ті 9-ға көбейтеміз, 135 километр квадрат. Енді енін табамыз. Ұзындығы мен енін қоссам, периметрін табамыз. Ұзындығын енін қоссамыз 15-ті 9-ға 24. Оны 2-ге көбейтеміз. Себебі 2 ені 2 ұзындығы бар. Тең болады 48 километр. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.